Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен дәмі өте нәзік әрі дәмді болып шығатын, қазіргі кезде хит болып жатырған қазақша чизкейктің рецептісімен бөлісемін. Бұл оригинал рецепт. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тарымыздың үстіне ыстық сүтімізді құйып, бетін жауып, бұқтырып қоямыз. Одан кейін чизкейктің негізін дайындаймыз, яғни менде талқанмен печеньені араластырдым. Сіздер де солай жасасаңыздар өте дәмді болып шығады, немесе тек талқанды араластырсаңыз болады. Үстіне сары майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Кейін формамызды дайындаймыз. Менде осындай форма, астына фольга төседім. Диаметрі 20 сантиметрлік чизкейк дайындаймыз. Сіз одан кішкентай немесе одан үлкен жасауыңызға болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Ең алдымен талқан мен печенье араласқан масымызды астына төсеп аламыз. Одан кейін жандарына бортик жасайтын боламыз. Қолдың көмегімен барлығын жасап шығамыз. Бортиктарды барынша биік етіп жасаған дұрыс, себебі қазір чизкейктің начинкасын құйғанда тестодан асып кетпей, сыртына ағып кетпеуі керек. Осылай қамырымыздың барлығын бортиктарына жабыстырып тастаймыз. Және де бортиктарды шанышқының көмегімен түзелеп шығамыз. Және де барлық керекті заттардың барлығын описаниеда жазып кеттім. Сол жерден көлемін барлығын көре аласыздар. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге творожный сыр қажет. Жұмсақ болу керек. Оның үстіне қантымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлығын біркелкі массаға келтіру міндет емес. Әлі де қазір үстіне заттарды қосып араластыратын боламыз. Осылай творожный сырымыз бен қантымызды араластырып, үстіне 2 жұмыртқамызды салып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстіне сливки құямыз. 33% болу керек. Сливкиді құйғаннан кейін осылай венчиктің көмегімен немесе шанышқымен араластырамыз. Бірақ та миксердің көмегімен араластырудың қажеті жоқ. Себебі миксермен араластырғаннан кейін, піскеннен кейін чизкейктің начинкасы жарық болып шығуы мүмкін. Сол себептен де қолмен араластырған дұрыс. Кейін үстіне бұқтырылған тарымызды қосамыз. Егер ішінде суы көп болатын болса, сүзіп алған жақсы. Осылай тарымызды қосып, барлығын араластырып, дайындап қойған тестіміздің үстіне осылай салмамызды құйып, қызып тұрған пеште 100 градуста 1 сағат немесе 1,5 сағат пісіреміз. Піскеннен кейін чизкейгімізді міндетті түрде суытамыз. Салқын жерде 1-2 сағат ұстасаңыз, чизкейк қатып өте күшті формада тұратын болады. Міне кесілген кезде ортасы осындай болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді және ерекше дәмі естеріңізде ұзаққа дейін қалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын.